Қазақстанда адамдар барға қорқатын, атының өзі үрей тудыратын жер бар. Ол барса келмес. Кейбір аңыздарда бұл жерге барған адамдардың уақыттың басқаша өткенін сезгенін, тіпті жоғалып кеткенін айтады. Бірақ бұл қаншалықты рас? Бүгін осы жұмбақтың сырын қарастырамыз. Барса келмес бұрын Арал теңізіндегі арал болған. Теңіз тартылғаннан кейін ол құрлықпен жалғасып кетті. Қазір бұл аймақта Қазақстандағы маңызды табиғи қорықтардың бірі. Мұнда құлан, қарақұйрық және басқа да сирек кездесетін жануарлар мекендейді. Қорықтың табиғаты өте ерекше әрі қатал. Бұл жердің өзі адамның қиялын оятпай қоймайды. Бұл жердің атауы көпшілік арасында барған адам қайтып келмейді деген түсінікпен байланысты айтылады. Осыған қатысты көптеген аңыз тараған. Кейбір әңгімелерде адамдар жоғалып кеткені немесе уақыттың өзгеше өткендігі туралы айтылады. Бірақ бұның тарихи не ғылыми дәлелі жоқ. Олар халық аңыздары ретінде сақталған. Көп адам бұл атауды тылсым күштермен байланыстырады. Алайда ғалымдар уақыттың тоқтауы немесе ерекше аномалиялар туралы сенімді дәлел таппаған. Барса келместің ең үлкен құпиясы оның тарихы мен Арал теңізінің тағдыры. Михаил Антоновтың зерттеулері бойынша барса келмес аралынан 60 шақырым қашықтықта кезінде кеңес өкіметі биологиялық қару жасайтын құпия зертхана ашқан. Қауіпті заттарды сынау нәтижесінде жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары зардап шеккен. Аралмен болашақта не болғаны әлі күнге дейін жұмбақ болып табылады. Мұнда құпиялар аралдағы орын алып жатқан құбылыстар жөніндегі аңыздар мен таңғаларлық болжамдардың пайда болуына себеп болды. Әдетте бұл аңыздарда адамдардың жұмбақ түрде жоғалып кетуі туралы оқиғалар басты орын алады. Халық аңыздарына сәйкес, 19 ғасырдың 20 жылдары барса келмес аралына бүтін бір топографиялық экспедиция жоғалып кеткен. Оларды іздеу 3 айға созылған. Алайда бір сәтте жоғалған адамдардың өз үйлеріне күтпеген жерден оралыпты. Оларға "Қайда болдыңыздар?" деген сұрақ қойылғанда бәрібірдей аралда тек 3 күн ғана болғандарын, топографиялық түсіріліммен айналысқандарын айтқан. Осыған ұқсас оқиға түрмеден қашқан тұтқындармен де болған. Олар іздестіру топтарынан жасырыну үшін барса келмеске пана тапқан. Бірнеше жылдан кейін қашқандар отбасыларына оралған. Үйлеріне қайта келгенде олар үреймен байқаған. Олардың қашып кеткендеріне айлар емес, жылдар өткен екен. Міне достар, біз де соңына келдік. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, коммент жазып кетіңіздер. Келесіде қандай видео түсірейін, өз пікірлеріңізді комментарийге жазсаңыздар күтемін.